Ас содасы пайдасы мен зияны. Кішкене күнімізден қорабы мен түр сипаты өзгермейтін ас содасын француз химигі Леблан ойлап тапқан. Содан бері бұл өнім көптеген қолданысқа жарап келеді. Бүгінде ас содасын химиялық, жеңіл, тоқыма, медициналық, өнеркәсіпте, тіпті металлургияда пайдаланылады. Үй шаруасында ас содасы көбіне аспаздықта және дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Ас үйде сода түрлі бәліштер пісіру үшін қопсытқыштың орнына жүреді. Сонымен қатар сусындар дайындау үшін, еттің дәмін шығарып тез дайындау үшін және ыдыс-аяқ жуу үшін де пайдаланылады. Ем-дом ретінде соданы жөтелді жеңілдету үшін ас содасы қақырық түсіруге көмектеседі. Тамақ ауырғанда шаю үшін, бактерияны өлтіргіш және суық тиюді басу үшін. Жүрек қатты соғып кеткенде кішкене соданың сұйық ерітіндісі жүрек соғуын тыныштандырып көмектеседі. Гипертония кезінде ағзадан суды шығарып, қан қысымын төмендетеді. Ағзаның көп мөлшерде судан арылуында іш өткенде құсу кезінде сода тұз сұйық ерітіндісін араластырып береді. Жәндік шағып алғанда құшуды тоқтату үшін, шектерді тазарту үшін соданың сұйық ерітіндісімен клизма, суық тигізгенде соданың сұйық ерітіндісімен ингаляция жасау. Кішкене сода қосылған сұйықтықпен көзді сүрту. Аяқтың таза ауруы кезінде кішкене сода қосылған сұйықтықпен ауырған жерді таңу. Тіс тазалау үшін шынтақ, өкше, терілердің қабыршақтануы жібіту үшін сода қосылған жылы суға салу. Асқазанның қыжылы кезінде асқазандағы тұз қышқылын басады. Алайда ас содасын пайдаланғанда оның әкелер мол пайдасы мен зияны да бар екенін ұмытпаған жөн. Ұнтақ түріндегі содада сұйық түріне қарағанда сіртілік қасиеті көп. Ұзақ уақыт терімен байланыста болса, тері тітіркенуі мүмкін. Ал құрғақ сода көзге тисе немесе иіскеген болса, күйіп кетеді. Сондықтан ұнтақпен ұзақ уақыт жұмыс істейтін болсаңыз, респиратор пайдаланған жөн. Ал егер көзге түскен болса, бірден мұқият жуыңыз. Соңғы кездері дәрігерлер асқазан қыжылы кезінде сода араластырып, сұйықтық іше бермеуге кеңес береді. Өйткені бұл да жанама әсер етуі мүмкін. Бұл өз кезегінде қышқыл деген атау алып. Біріншіден, көмір қышқыл газын көп бөліп, асқазанның кебуіне әкеледі. Ал екіншіден, асқазанда одан бетер қышқыл пайда болуын ықпал етеді. Бұдан шығатын қорытынды ас соданың қасиетін жақсы біліп, пайдалана алатын адамға зиянынан гөрі пайдасы көбірек тиеді. Тұздың пайдасы туралы да білетін боласыз. Менің керек арнама тіркеліп, керекті көп ақпараттар біле жүріңіздер.